Сәлем құрметті көрермен, сәлем құрметті оқырман. Жаңа ғана видео түсіріп, өзімнің микрофонымды қосып кетуге ұмытып кеткенін байқадым. Сондықтан екінші рет сіздерге арнайы видео жазып отырмын. Каналым ашылғанына көп уақыт өткен жоқ. Сондықтан да сіздерге ептеп жеңіл видеолар түсіруге тырысып жатырмын. Бүгін сіздерге соңғы кезде сатып алған кітаптарым туралы айтып өткім келеді. Өте көп сатып алып кітап алынды. Мен өзім тапқан ақшамның шын керек кейде 50%, кейде 70-80% кітап алуға жұмсаймын. Кітаптар өте қызықты, және бұл кітаптарды әдейі сіздерге арнайы бірінші осы апта беріп отырмын. Одан кейін осы әр кітап туралы мен сіздерге әр аптада бөлек пікір қалдырып, кітап туралы талдама жасауға тырысамын. Сондықтан да сізге бір қызықты ішінен кітап көрсеңіз, қызықты автор, бұрыннан бері оқығыңыз келіп жүрген кітаптар болса, міндетті түрде оқи бастаңыздар. Бірге оқып, бірге талдайтын боламыз. Міндетті түрде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, каналға жазып қойыңыздар. Сонда мен өзімнің жасап жүрген, бастаған ісімнің қаншалықты қажет екенін білетін боламын. Бүгін көбіне мен өзім орыс әдебиеті маманымын, есімім Ақерке, айтып өттім бе білмеймін. Орыс әдебиеті, қазақ әдебиеті бойынша көп кітаптар оқылды, бірақ соңғы кезде шетел әдебиеті бойынша, әсіресе 20-шы ғасыр әдебиеті бойынша білімімді толықтыру мақсатында біраз шығармаларды оқып жүрмін. Соның ішінде қазір сіздерге оқып жүрген, әлі оқымаған, оқуды бастайын деп жүрген кітаптар туралы айтып өтемін. Қарап көріңіз, мүмкін сізге де қызықты болады. Ең бірінші кітап ол американдық жазушы Дона Тарттың «Щегол» романы. Өте көп тартыс тудырып жүрген, өте көп пікір білдіріп жүрген кітаптардың бірі Дона Тарттың «Щегол» романы. Осы жылы экранизация жасалды. Осы жылдың басында, немесе 2019 жылдың аяғында, есімде нақты жоқ, кинотеатрдан барып көрген болатынмын. Қазір бүкіл интернет платформаларда киноны көруге болады. Басты рөлді әнші сомдайды. «Щегол» романы өздеріңіз қарап отырғандай көлемі кішкентай да емес, үлкен де емес. Мен оқуға шақ қалдым, кішкене ғана, кішкене қалды оқып, осы апта бітіріп, келесі апта сіздерге жаңағы обзор түсіріп қалдырамын. Міндетті түрде қарап көріңіз. «Щегол» романы қазіргі заманауи әдебиеттегі көп қызығушылық тудырып жүрген шығармалардың бірі. Бұл романның ең қызықты тұсы, мына өзіңіз көріп отырғандай «Щегол» деген жаңағы сурет бар. 17-18 ғасырларда жазылған, 16 ғасыр өзім, қазір есімде жоқ. Сол жаңағы сурет осы романда басты кейіпкерлердің бірі болып табылады. Бұл кітап туралы Стивен Кинг сынды қазір өте танымал жаңағы жазушылар, танымал басылымдар жақсы пікір қалдырып отырады. Маған роман өте қатты ұнайды, өйткені оқып бастадым, аяқтауға шақ қалды. Және бұл романның экранизациясы да қатты ұнады. Бірақ романның бірнеше айтып өтетін тұстары бар. Көбісі бұл романды Букер сыйлығын жеңіп алды, егер шатаспасам. Көбісі бұл романды жаңағы классика әлеміне жаңағы жатқызып жатады. Бірақ бұл жерде тартыс тудыратын бірнеше мәселе бар. «Щегол» романы өте қызықты жазылған, тартымды, сюжеттік желісінде өте көп жаңағы шытырманды тұстары бар. Басты кейіпкер кішкентай бала, сол баланың кішкентай кезіндегі басынан өткізген өте ауыр, біріншіден, екіншіден ғажайып дүние туралы соңына дейін, өскен шағына дейін, бой жетіп жеткен кезде бірнеше кейіпкерлер бар. Сол оқиғаның жаңағы мәні, мағынасы ашылады.
Бұл романды оқитын болсаңыз, міндетті түрде қолыңызға қарындаш алып, немесе жаңағы арнайы маркерлар бар, текстовый выделитель, сол жер алып, өзіңізге белгілеп алатын көптеген өнер туындылары бар. Мәселен, Глен Гулдтың композицияларын жаңағы тыңдау керек бұл романды түсіну үшін. Көптеген картиналарды интернеттен қарап танысу керек. Себебі сол кезде романның мағынасы одан сайын тереңірек ашыла түседі. Шигол романы Дона Тарт. Егер қызықты болсаңыз, келесі апта осы роман туралы бөлек видео түсіретін боламын. Оқып бастаңыздар, немесе киносын көріңіздер. Сонда әңгіме қызығырақ болады деп ойлаймын. Келесі роман Али Смиттің, өте алғашқы романға қарағанда көлемі кішкентай, Осень, күз шығармасы. Қазіргі көптеген рейтингтарда сөз қозғалып жүрген романдардың бірі. Бұл роман өте баяу жазылған, байыпты түрде жазылған. Автор осы романмен қоса көктем, жаз және қыс мезгілдері туралы да соған бағытталған шығармаларды да ұсынбақшы болашақта. Сол кезде жаңағы әртүрлі мезгілден бір сурет, панорама құралады деп айтады. Мен бұл романды әлі бастаған жоқпын, тек қана қарап өттім. Ішіндегі жазулары да өте сондай ұсақ емес, жаңағы үлкен болып жазылған. Қарап отырсаңыздар, топтары да өте көп, сондықтан да бұл романды бір күнде оқып шығуға болады деп ойлаймын. Өте әдемі безендірілген, Меломан дүкенінен сатып алған болатынмын. Қазір Меломан дүкенінде жаңағы акциялар, скидкалар болып жатыр. Сол кезде мен осы кітапты жеңілдікпен алған болатынмын. Бүгінгі қарап отырсаңыздар, киіміне де өте жақсы жарасады екен. Али Смит «Осень» романы қарап көріңіздер. Бұл кітап туралы арнайы бөлек обзор түсіретін боламын. Келесі екі роман мен YouTube арнасындағы орыс тілді блогерлардан қарап өзіме таңдап алған романдар. Біріншіден бұл Виктор Пелевин. Виктор Пелевин жалпы Қазақстанда оқырманға өте танымал, себебі Пелевин туралы жазылып жүрген диссертацияларды көрдім, қазақ тілінде де, орыс тілінде де. Мен Пелевиннің «Т» деген романын оқыған болатынмын, қазір өзімде кітап сөремде бар. Бірақ Пелевинді оқу оңай деп айта алмаймын, себебі автор күрделі, автор жазу стилі де күрделі, және қозғалатын тақырыптарда тек қана әдеби шығармаларға емес, сонымен қоса саясатқа да, әлеуметтік тақырыптарға да өте көп жаңағы шиеленіскен. Сондықтан да мен Пелевиннің қандай бір шығармасын нақты сіздерге ұсынатынды білмеймін. Бірақ осы романды мен әлі оқыған жоқпын. Келешекте мұны оқып сіздерге бөлек обзор жасаймын. Бұл романды көптеген әдебиеттанушылар жаңағы мақтап, мадақтап жатады. Сондықтан Виктор Пелевиннің «Искусство легкого касания», «Искусство легких касаний», кешірім өтінемін, деген романын сатып алдым. Өте қызықты, қарап отырсаңыздар, сырты да өте әдемі безендірілген. Маған осындай сапалы кітаптар өте қатты ұнайды. Бұл орайда жаңағы Ресей кітап шығарушыларына, шетелдік кітап шығарушылардың әрине де жаңағы атқарып отырған істеріне бөлек алғыс айтуға болады. Қарап отырсаңыздар, міне Форзацыда ашқан бетте өте керемет, ішіндегі парақтардың сапасы да өте жақсы. Арт жағында да өте әдемі безендірілген. Мен бұндай кітаптарды жақсы көремін. Өкінішке орай бұндай кітаптар қымбат бағада болады, бірақ егер нақты жақсы деп ойласам, көпшілікке ұсынатындай бір роман деп жаңағы сондай баға беретін болсам, сіздерге міндетті түрде айтамын. Әзірге Виктор Пелевинді сүйетін оқырман болса, осы кітапты оқи бастаңыздар, бірге пікір таластырып, жаңағы ойымызды бөлісейік. Келесі роман мен өте қатты күткен. Меломан кітап дүкендерінде көп уақытта болмай жүрді. Тапсырыспен Луис Альберто Урен «Дом падших ангелов» деген романын сатып алдым. Бұл да өте көлемді емес, айтарлықтай көлемді емес. Бірақ былай айтайын, мексикандық, жалпы Латын Америка әдебиетін өте
қатты жақсы көремін. Сол жазушылармен бірнеше жыл ауырғанмын, әлі күнге дейін. Мысалы, Маркестің 100 жылдық жалғыздығын менің Қазақстанда көп оқиды, көп сатылады. Сондықтан осы мексикалық Урен романына өте көп уақыт қызығушылық танытып жүрдім. Жалпы қазақ оқырман үшін Латын Америка әдебиеті меніңше бір жақындығы бар сияқты. Сондықтан да міндетті түрде осы кітапты оқып, сіздерге пікірімді қалдырып, кішкене автор туралы мәліметтер қалдырып, ой бөлісетін боламын. Егер Латын Америка әдебиетін жақсы көретін болсаңыздар, Маркестің мәселен 100 жылдық жалғыздық кітабын ұнатсаңыздар, міндетті түрде осы авторға да көңіл бөліп көріңіз. Мүмкін сіздерге де ұнап жатады. Ал мен болсам, арнайы сіздер үшін жақсы бір талдама, обзор жасауға тырысамын. Қарап отырсаңыздар, бұның да сырты керемет безендірілген, сапасы да өте жақсы. Мен кітап нарығы туралы мүлдем бөлек әңгіме айтуға болады. Жақсы жазылған кітаптармен қоса, жақсы басылып шығарған кітаптарды жақсы көремін. Мына жерден қарап отырмын, «Семейная древо ангелов» деген мынандай, не дейді бұны қазақша, шежіресі бар екен. Есімде бар, Маркестің кітабын оқыған кезде, білесіздер, 100 жылдық жалғыздықта жаңағы бір отбасыдағы бірнеше поколение дейді. Не дейді, қазақшасын ұмытып қалдым. Бірнеше бір отбасының бірнеше поколениясы, жарайды, орысша бола берсін, міндетті түрде қазақшасы қалай еді, пікір қалдырып жазып кетіңізші. Сол туралы оқығанда өзіме сондай карточкалардан шежіре жасап алған болатын. Өйткені ол кезде баласының аты, әкесінің аты, немерелерінің аттары бір есімді қоя беретін. Соны шатаспау үшін өзіме бір ғылыми мақала жазған болатын, сондай карточка шежіре жасап алған болатынмын. Мұны көрдіңіздер ғой, Латын Америкасында шежіре мәселесі өте маңызды. Бұл қазақ оқырманы үшін де бір сондай қызығушылықтарымыз жанасатын бір тұс деп ойлаймын. Қарап көріңіздер. Одан кейін Америка әдебиеті бойынша өзінің көптен бері қызығып жүрген Уильям Берроуз. Бірақ Берроуз туралы мен шыны керек көп нәрсені білемін. Жаңа роман алдым. Жаңа роман болғанда мен үшін жаңа «Голый завтрак». Бұл романды мен өзімнің ұстазым Андреас Цацатуров Санкт-Петербург мемлекеттік университетінде жүргенде сол кісінің ұсынысы бойынша өзіме жазып алған болатынмын. Осылай енді ғана дәм тартып, осы романды тауып, меломан дүкенінен сатып алдым. Бұл романды бәріне бірдей ұнайды деп айта алмаймын, себебі мен Берроуздың жазу стилін, оны қозғайтын тақырыптарын жақсы білемін. Ауыр, жаңағы ужас дейді ғой, сондай бір жиіркенішті тұстары да бар, қорқынышты тұстары да бар, өзінен кейін сондай бір ауыр сезімде қалдыратын авторлардың бірі. Егер сол типтес бір, мен жаңа айтып отқан мәселелерді ұнатсаңыз, сондай тақырыптағы шығармаларды ұнатсаңыз, онда міндетті түрде қарап көріңіз. Мен болсам, бұл кітапқа да арнайы видео түсіретін боламын. Одан кейін тағы да қандай кітап туралы айтып өтсем екен. Жақында далада ата-әжелеріміз асханада кейде ескі кітаптарын сатып отырады. Совет кеңес дәуірінен қалған сондай бір кітап жәрмеңкесінен Жен Сюдің «Парижские тайны» деген кітабын тауып алдым. Сапасы керемет, екі кітапты 1000 теңгеге ғана сатты. Қазіргі уақытта бұл өте ұтымды ұсыныс. Сапасы да жаман емес, оқылған кітап екені көрініп тұр. Жен Сюді мен ойымша көбісі біледі, себебі бұл француз әдебиетінде ұзақ уақыт бойы бестселлер, жаңағы көп сатылған, көп оқылған романдардың бірі. «Парижские тайны», Диккенстің шығармаларын ұнатсаңыз, Достоевскийдің шығармаларын ұнатсаңыз, осы кітапқа да көңіл бөліп көріңіз. Бұл деген жаңағы Париждің трущобалары, Париждің әлеуметтік жағдайы төмен
халқы туралы жазылған қызықты оқиғалары, криминалистика бар ішінде тағы да сондай тағдырлы адамдардың бастан кешкен оқиғалары жазылған. Детектив жанрына да жақын деп айтуға болады. Кезінде Достоевскийдің «Преступление и наказание», қылмыс және жаза романы осы Эжен Сюдің бір әсерімен жазылған деп ойлаймын. Себебі өте көп ұқсастықтар бар. Мен бұл романды студент кезімде негізі оқып бастағанмын, бірақ мүмкін кітаптар оқитын көп болды ма, аяғына шейін оқымадым. Осыны көріп қалып, міндетті түрде оқуым керек деген оймен сатып алдым, бөлек обзор жасайтын боламын. Мен жалпы кітаптарды тез оқимын, сондықтан да мына екі кітапты бір-екі күнде бітіруге болады деп ойлаймын. Одан кейін тағы да сіздерге әдебиет әлемінде есімі өте танымал Умберто Эконың «Открытое произведение» деген кітабын көрсеткім келіп отыр. Мен жақында сатып алдым, бірақ бұл романды мен қазір оқып бітірдім. Умберто Эко әдебиетші, әдеби сыншы, сондықтан да кез келген әдебиетші бұл жаңағы ғалымның, жазушы, өзінің романдары да бар, оқуға тұрарлық дүние. «Открытое произведение» кітабын оқыған кезде бұл лекциялар жиынтығы, Умберто Эко өз кезінде танымал профессор болған. Сол лекциялар жиынтығын осындай «Открытое произведение» деп шығарған болатын. Бұл жаңағы орыс әдебиеттануында структурализм дәуірі басталады ғой, соған қарсы бір дүние болып жазылған негізі. Яғни әдеби шығармаларды структура бойынша талдаудың минустарын әшкерелейтін, оның кемшілік тұстарын әшкерелейтін бір шығарма. Бірақ бұл шығарманы мен сізде толық оқып шығыңыз деп айта алмаймын, себебі уақытты талап етеді. Екіншіден, бұл кітап туралы мен өзім бөлек обзор жасап, ішінен ең керекті дүниелерін сізге ауызша айтып бере аламын. Бұл жерде мәтіннің, әдеби көркем мәтіннің дұрыс оқылу, дұрыс талдану мәселелері көтерілген. Мен үшін қызықты болды, бірақ бір жаңалық аштым деп айта алмаймын. Себебі білесіздер, мәтін деген ешқашанда аяқталған ойды білдірмейді. Әр мәтін, міне кітап болып алдыңызға келді ме, ол бітпеген шығарма болып есептеледі, аяқталмаған шығарма болып. Оның аяқталу процесі сіздің оқуыңызға байланысты. Мәселен, бір кітап, жаңа ғана айтып өткен «100 лет одиночества» орыс оқырманы үшін бөлек кітап болуы мүмкін. Олар басқа тұстарын айтып беруі мүмкін. Қазақ оқырманы үшін ол мүлдем бөлек шығарма ретінде талдануы мүмкін. Сондықтан да осы сияқты әдеби шығармаларды оқу құралы сипатталған, жалпы жаман емес кітап. Бағасы бір 4 мың, 5 мың ғой деймін, шатаспасам. Бірақ бұл кітап туралы мен жаңа айтып өткендей бөлек обзор жасап, сіздерге нақты керегін, мән мағынасын ашып айтып бере аламын. Толық оқудың тіпті қажеті жоқ сияқты, егер сіз әдебиетші болмасаңыз. Содан кейін қазақ әдебиетінен өзім жаңағы ана тіліндегі әдебиеттің ерекше жақсы көремін. Сондықтан да орыс әдебиеті маманы болсам да, Америка әдебиетіне қызықсам да, міндетті түрде қазақ әдебиетін қайталап оқуға тырысамын. Бұл махаббатты маған әкем баулыған болатын кішкентай кезімнен. Бірге барып кітап таңдайтынбыз, таңдамалы кітаптар сатып әперетін. Әкелер енді өз кезінде қолдарына не түссе, соны оқитын. Ал біз болсақ, мен бір осы өзімнің бақытты деп есептейтін себептердің бірі, маған әкем таңдамалы шығармаларды алып беріп отыратын. Сол өзімнің де сүйікті жазушыма айналған, өзімнің әкемнің де сүйікті жазушы Дулат Исабековтың мынандай жинағын, повестер мен әңгімелер жинағын сатып алдым. Бірақ бұның ішінде көбісін мен оқығанмын, дегенмен де Гаухартас повесі бар, Бекет Дермене повестер бар екен, қандай әңгімелер, мәңгілік қағида. Бірақ Дулат Исабековты қанша оқысам да жалықпайтын бір авторлардың бірі. Жалпы қазақ прозасындағы бір қазына жазушылар болады ғой. Біздің әр жазушымыз негізі қазынаға татитын жазушы, бірақ Дулат Исабековтың орны бөлек.
өте қатты жақсы көремін, сарказм үшін жақсы көремін, ирониясы үшін жақсы көремін, тілі өте әдемі жаңағы жазылған, дәмді етіп жазатын біздің бірден бір классик жазушыларымыз деп ойлаймын. Өзі керемет драматург. Мен драмалық шығармаларында Исабековтың жақсы көремін. Егер Исабековтың шығармаларын аз оқысаңыз немесе оқымадым десеңіз, міндетті түрде кішкентай болсын әңгімесінен бастаңыз, сіздерге өте ұнайды деп есептеймін. Өзім ойлаймын, Дулат Исабеков, мәселен қазір өзім екінші қолымда тұрған екінші кітап Әнес Сарайдың әңгімелері туралы обзор жасағым келеді, бірақ қазақша обзор жасаудың қаншалықты мәні бар екен деп өзім кейде ойлаймын. Мүмкін бұл кітаптар туралы орысша обзор жасасам. Өйткені қазақ әдебиетін басқа тілде насихаттау одан да көп жемісін беретін сияқты. Бір орында тапталмай осы кітаптар туралы орысша обзор жасайын, ал сіздер оны орыс тілді, қазақ тілін білмейтін достарыңызға таратыңыздар. Бұны енді 1-2-3-4 аптадан кейін бірақ жасауға тырысамын. Сөйтіп өзіміздің ана тіліміздегі әдебиетті дұрыс насихаттауға бірге алысайық. Тағы да бір кітап, өте ауыр кітап. Мені қандай кітап деп ойлайсыздар? Ойланып көріңіздер. Соңғы кезде өте көп пікір таластырылып жүрген, соңғы кезде өте көп жаңағы әңгімеге дәнекер болып жүрген кітап. Бірақ бұл кітап баяғыда жазылған, 20-шы ғасырда ма, нақты жылын қазір ұмытып қалдым. Америка әдебиетінің классикасы, постмодерн классикасы Дэвид Фостер Уоллестің «Бесконечная шутка» деген кітабын жақында ғана сатып алдым. Оны қарап отырғанда әлі де сыртын ашып қараған жоқпын. Бұл кітап, егер сіз мәселен постмодерн әдебиетін және жалпы әдебиетке бір ғылыми тұрғыдан, бұл азарттық тұрғыдан қызығушылығыңыз бар болса, осы кітапқа көңіл бөлуіңізді кеңес беремін. Бірақ бірден жүгіріп барып осы кітапты сатып алуға асықпаңыз. Бірінші Дэвид Фостер Уоллес туралы оқып көріңіз. Өте көп орысша жаңағы нелер бар, мақалалар бар интернет желісінде. Маған бұл кітап туралы өзім ұстазым Андреас Цацатуров айтқан болатын. Осы кітап туралы бірнеше лекциялардан да дәрістерді тыңдап өттім. Енді қазір өзім ептеп асықпай бұл кітапты білмеймін, көп уақыт оқитын шығармын, себебі кітаптың тақырыбы да оңай емес, автобиографиялық баяндама түрінде жазылған. Бірақ жаңағы көптеген авторларға, Америка әдебиетінде болсын, орыс әдебиетінде болсын, авторларға әсерін тигізген кітаптардың бірі, романдардың бірі «Бесконечная шутка». Ағылшын тілінде шыққанда да дәл осындай обложкамен шыққан болатын. Кейде киноларда осындай кітап туралы көріп жаттарыңыз. Жақында ғана «Гуманитарные науки» деген бір әдебиетші туралы кино көрдім. Сол кезде осы кітапты көріп қалдым. Филология факультетінің студенттері оқып отырғанын көрсетіп қалады. Өте танымал кітап. Қазақ оқырманы үшін нақты қаншалықты қызықты болатынын білмеймін. Оқып көремін, оқып көріп, сіздерге міндетті түрде обзор түсіремін, пікір қалдырамын. Бұл кітап негізі өте көлемді, бірақ ондай Джеймс Джойстың «Улисс» романын білсеңіздер, сол стильде жазылған, кішкене мынандай баяу әңгімелесетін, мәселен, ракетканың түсіп қалғанын, бір заттың жерге түсіп қалғанын 30 шақты бетте әңгімелеп бере алатын авторлардың бірі Фостер Уоллес. Бірақ мен кітапты негізі тез оқимын, сондықтан да осы жақын арада оқып бітірген соң сіздерге бөлек обзор түсіремін деген ойдамын. Осыдан кейін соңғы бір кітап туралы айтып өтейін. Бұл енді жаңа сатып алған кітаптардың бірі. Өзімнің ұстазым Андреас Цацатуровтың «Хаос и симметрия» кітабын сатып алдым. Бұған дейін Осин Карманов деген әдеби зерттеулер жинағы шыққан болатын. Сол кітаптағы біраз мақалалар осы кітапта да берілген екен. Сондықтан да мен бұл кітаптың жартысымен бұдан бұрында таныстымын және өзім оқып бастадым. Күнде оқимын, шыны керек. Бұл кітапты мен көбінесе әдебиетшілерге, өнертанушы ғалымдарға
ізденушілерге филология факультеттерінің студенттеріне оқуға кеңес берер едім. Бірақ бұл кітапты алу оңай емес шығар, себебі біздің дүкендерде мен таппадым. Меломанға арнайы заказ бердім, бір айда жеткізіп берді. Оған дейін Flip.kz сайтынан да заказ берген болатынмын, бірақ олар маған жеткізіп бере алмады. Міне осындай азды көпті мен көп деп ойлаймын. Көп кітаптарды сатып алдым. Қазір егер көтеріп көрсете алсам сіздерге, осы кітаптар туралы жақын арада сіздерге видео обзор түсіріп, өзімнің пікірімді білдіріп, рецензиямды қалдырамын. Егер сіздерге осы кітаптардың арасынан біреу ұнап жатса, кейбір естіген авторлар бар болса, естімеген авторлар болса, қарап көріңіздер, оқып көріңіздер. Сонда жаңағы алдағы уақытта түсірілетін видео обзорлар сіздер үшін одан да қызығырақ болады. Міне соңғы кітап осы «Бесконечная шутка» мен бірге. Жалпы бүгін кітаптардың көбісі шетел әдебиетінің шығармалары болды. Себебі соңғы кезде өзім шетел әдебиетінің білімді толықтырғым келеді. Мен көбінесе классиктерді оқыдым. Қазір өзім 20-шы ғасыр, қазіргі заманауи әдебиетке бет бұрып, пікірімді бөліскім келеді. Және тағы да жаңа кітаптар бар, мен оқып бітірген. Олар туралы бөлек әңгіме айтсам деп ойлаймын, себебі ол көбінесе түрік әдебиетімен байланысты. Түрік әдебиетінде өзім өте қатты жақсы көремін. Осы кітаптар арасында сіздердің оқыған шығармалар болса, немесе таныс, қызықты, немесе ұнамады деген пікірлеріңіз бар болса, міндетті түрде YouTube арнасын осы астында пікірлерге жазып өтіңіз. Мен де жаңағы біліп, соған бағыттап келесі шығарылымдарды түсіретін боламын. Күз келді, күзбен бірге бізде өте сондай кітап оқитын ең үлкен науқан келген сияқты. Себебі мен қысқы уақытта, күзгі уақытта кітап оқығанды өте қатты жақсы көремін. Өзіндік атмосферасы болады, кофе сатып алып, тәттілер жасап, үйде кешкі уақытта кітап оқығанға не жетсін. Сіздермен бірге болған Ақерке. Каналыма қолдау білдірсеңіздер өте қуанышты боламын. Пікір қалдырыңыздар, лайк басуға болады, және де жазылып қойыңызға болады. Сонда сіз әр апта сайын шығатын шығарылымдар туралы тезірек білетін боласыздар. Мүмкін әр аптада 2 шығарылым жасауға да болатын шығар. Енді ол сұранысқа байланысты. Сәттілік, жақсы күндеріңіз таусылмасын.